Ляңпизінің таңында жөндеп болып, сүзіп, бір ыдысқа суытып қойдық. Лазысында жасап болғанбыз. Барлықтарын дайындығымыз болды. Енді ляңпизіні араластыру барысын өтеміз. Мұнда бір кішкене қағаздан болса, соған араластырсақ тіпті де жақсы. Мөлшерлеп ляңпизімізді саламыз. Одан кейін енді мынаған қияр турап салсаңыздар да болады. Одан біраз ашкөк салып, одан кейін жаңағы мына немені усарымсақты әбден жаншып, оның үстіне қайнақ су қойғанбыз. Содан бір қалақтай саламыз. Жаңағы жымаяғының үстіне де қайнақ су құйып қойғанбыз. Одан да бір қалақ саламыз. Одан кейін жаңағы мына ляңпизінің таңынан екі қалақ мөлшерінде құйып, одан кейін лазымыздан саламыз. Лазымызды енді көп салсақ, көп лаз жақсы көрсеңіздер көп саласыздар, болмаса азырақ саласыздар. Салып, барлығын араластырып, ляңпизіміз дайын болды. Бұның енді иісі аңқып тұр, дәмі де жақсы болған шығар. Ляңпизіміз сондай тірі, сондай жақсы болды. Дәмі тіл үйірген ляңпизіміз, өзіміз жасаған ляңпизім, сондай жақсы, сондай дәмді. Мен жаңа дәмін татып көрдім, ерекше жақсы болыпты. Барлықтарыңыз да істеп алыңыздар.